Баршаңызға сәлем. Бүгін біз сіздермен біліп жүр арнасында лимонның сіз білмейтін құпияларын ашатын боламыз. Арнама тіркеліп, өз пікіріңізді жаза кетіңіз. Сіздің қолдауыңыз мен үшін өте маңызды. Лимонның емдік қасиеттері мен адам өміріне пайдасы орасан зор екендігін бірі білсе, бірі білмейді. Кейбір медицинадан мақұрым жандар шайға қосылатыны мен қышқыл болатынынан ғана хабардар. Бүгін біз сіздерге осы бір сары жемістің қандай керемет пайдасы бар екендігін тілге тиек етпекпіз. Қышқыл әрі ерекше дәмі бар өсімдік маңайының барлығын тазартады. Сонымен қатар иммунитетті көтеріп, түрлі вирустарды жоюда өз пайдасын тигізеді. Лимон жемісі айналасын хош иіске бөлейді, сондай-ақ депрессиядан шығуға көмектеседі. Мұны білетін мамандар элиталы мейрамханалардың маңайына осы бір өсімдік ағашын отырғызады. Кез келген қонақтар өздерін жайлы сезініп, қайтадан бас соғуға ұмтылады. Бір жағынан бұл пайдалы кәсіптің біріне тигізіп жатқан көмегі. Мамандардың айтуы бойынша, сары өсімдік адам басындағы терісін жақсы тазалайды. Бұдан бөлек теріге шыққан безеу, өзге де ауруларды жоюға көмектеседі. Лимонды екіге бөліп, ауырып тұрған мүшелеріңізге тигізсеңіз, ондағы микробтарды жояды. Сондай-ақ, тырнағыңызға дерт пайда болса, тыныштық бермесе, лимон басып қойсаңыз, көмегі тиері сөзсіз. Егер жылы сумен лимон өсімдігін ішсеңіз, артрит, ревматизм сынды аурулардың алдын алуға болады. Лимонды күнделікті бетті тазалап қана қоймай, әжім түсуден сақтайды. Лимонды 4-ке бөліп, ыдысқа салып, бөлмеге қойсаңыз, үйдегі ауаны тазалайды. Егер сізде астма, тұмау немесе аллергия сынды аурулар болса, мұрныңызбен иіскеңіз. Деміңізді ашып, рахатқа бөлейді. Келесі менің пайдалы ақпараттарымды жіберіп алмас үшін арнама тіркеліп, қоңырау белгісін басуды ұмытпаңыз.